Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about, have your fucking cloud. It be raining now, I keep making sound, go another round, bitch I'm legend bound, can't stop me now. Assalamualaikum, төбетсіз қауым бұл арнасы міне бүгін Адырахман ағамыздың үйіне келіп қонаққа Құда қаласа осы төбетті дамыту үстінде өте үлкен үлес атқарып жүрген ағамыз. Аға, осы төбетке не себепті қызықтыңыз енді аға? Мен енді Алла әрбір адам өзі бір нәрсеге қызығады ғой. Бұл төбет қазақ баяғыда қазақ ит деуші төбет дейміз. Төбетімізге өзім кішкенайымнан 2-ші класымнан әкем бір қойшыдан төбет әкеп беріп, содан төбетке қызықтым 2-ші класымнан бастап. Одан бірнеше төбет бақтық ауыл жерде. Төбеттің мысалы мынау тазының күшіктерін әкеп төбетке емізген кездеріміз болды. Өйткені қыстың күні тазы, егер тазы күшік тапса, оны бұрын біздің кішкенай кезімізде олар сойып тастайды. Соны сойдырмай, сол тазы күшіктерді үйде қаншық итке салып туған, жаңа сонымен қатарлас туған. Соған емізіп, сөйтіп асыраған кездеріміз бар. Бұл төбет деген өте біздің ата-бабамыздан мұра болып келе жатқан нәрсе ғой. Біздің өз көшпенділер, көшпенді болған аталарымыз бәрі мал шаруашылығымен айналысқан. Сондықтан мал шаруашылығымен айналысқаннан кейін өзі қазақта қыстауға да кетеміз, жазда көшіп киіз үйменен қазақтың баяғы жайлауларда мысалы малдың жағдайына, малдың жағдайына байланысты көшіп отырған ғой қазағымыз. Сол кезде сол малмен бірге, егесімен бірге біздің қазақ төбеттер сол көшіп, қонып, сол барған жеріне, малына, егесіне қарауыл болып шамасы жеткенше. Ит құстан малды сақтап, солай өскен ғой. Көбісі қазір аға айтады да, бұрын заманда үлкен төбеттер болмаған, соны түсіндіріп бере аласыз ба? Үлкен төбеттер болмаған дейді. Болған ба, болмаған ба? Үлкен төбеттер болған. Үлкен төбеттер бұрын, енді осы бұрын болған, олар кетіп қалды ғой. Біздің негізгі мынау Монғолия, Қытайға барлық біздің нелер көшіп қашып кеткен жоқ па? Баяғы Союздың кезінде мынау Бай-Кулак заманында малмен бірге төбеттерімізді кетіп қалды ғой. Үлкен кісілермен бірге да. Үлкен иттер болды. Үлкен өз төбеттер өзі былай біреулері әртүрлі болып көреді ғой. Бір төбеттер болады тұра арыстан пішіндес. Арыстан пішіндес та, алды жуан, арты жіңішке. Бір төбеттер болады кішкене аяқтары келте, жүндері сәл өсіңкі. Өлен төбеттің де, өзіміздің де түріміз әрқайсымыз әртүрліміз ғой? Әртүрліміз ғой. Тура сол сияқты нәрсе. Бұлар қазір, мысалы, қанша түрге бөлінеді деп ойлайсыз енді? Өзінің қазіргі таңда сіз қанша жылдан бері айналысып келесіз ғой? Түрлері, тұмсықтары, мысалы, осындай төбет бар, қанша төбеттің не бөлінеді? Төбеттің оның түр сипатына қарап, ол көп бөлінеді. Расцветкісіне қарап мысалы. Расцветкі дегеніміз жаңағы сыртқы өзі не бойынша затегіңсі термин бойынша по экстерьеру, по интерьеру дейді ғой. Экстерьері сыртқы пішіміне байланысты өте көп болады. Аузы үшкір төбеттер бар мысалы. Ол бағып қаққанға да байланысты болады. Кейбіреулері аяқ қолдары жуан болады. Жақсылап бақсаң. Кейбіреулері гендері бойынша болады. Ол енді түрін пәлен түрі бар деп ешкім айта алмайды оны. Әр қалай ғой.
Мысалы, өзіміздің төбеттің айтып отырмын ғой. Аяқ қолы қысқасы болады. Белі ұзыны болады. Белі қысқасы болады. Аяқтары ұзын сидайып қалғандары болады. Содан кейін мынау төбеттердің сосын ауызы менен мысалы басы бірдей делі болады. Ауыз басы бірдей, кәдімгі төрт бұрышты. Содан кейін арыстан пішіндесі деп жатырмын. Ондай бар, мысалы, жолбарыс пішіндестері бар. Мысалы да енді төбеттердің. Қасқыр пішіндестері болады, жаңағы түлкі тұмсық дейміз ғой біз. Шешейіп қалған. Сондай. Қасқырлардың да үштары шошайып қалған. Сондай пішіндестері болады. Әр түрлі несі расцветкісі де түрлерде өзгереді. Оларды селекция жасағанда қалай дұрыс жасау керек? Бұл енді селекция деген бір қазіргі кезде Қазақстанда көп жасалып жатыр. Бірақ енді кейбіреулер шатыстырып жіберіп жатыр да. Жаңа қасқырға да қосқандары бар мысалы кезінде. Мынау нелерге араластырып жібереді ана пейт, мит дегендерге де. Атак төбетті негізі таза төбетке таза төбетті салып, мынау қазір біз тестілеу жүргізіп жатырмыз ғой. Сол тестілеуден өзі мықты төбет шығып жатыр мысалы да. Белгілі болып жатыр да. Мысалы міне пәленшенің мықты төбеті. Мысалы мынау кешегі Бекболат ініміз Қарабасын мысалы төбеті мықты. Кешегі Мұса ініміз бар мысалы. Мұса ініміздің төбеті жақсы. Кешегі мысалы Алашордада бірінші орын алды. Мынау Сарыағашта Нұрлан бауырымыздың иті екінші орын алды мысалы 66-та. Бұрын сол Ағарлан деген болған бірінші орын болғандары бар. Солардың иттерінің тұқымдары мысалы өте жақсы ойнап жатыр. Сосын ген беріп жатыр да. Мысалы мықты төбет беріп жатыр солар. Бұл тестілік сынақта сол төбеттер бір-бірімен сайысып тұрған дұрыс па? Сайыспаса не болады? Мысалы көп адам айтады, бүйтіп қарасаң, сайыспаса, ол жұмыс істеу қабілеті бұл төбетті. Бүйтіп қарасаң, төбетті басқаша ешқалай сынай алмайсыз. Мысалы кейбір дәу төбеттер болады, жаңағы экстерьеріне қарасаңыз бір келіскен. Аузы басы үлкен, аяқтары жуан. Бірақ неге барғанда, рингқа барғанда қарсыластан қорқады. Мысалы да, жүрегі жоқ. Ол төбетті қасқырға саламайсыз ғой. Бізде көп айтады ғой, ой, бұл төбеттер қасқыр көрсе қашып кетеді, егесінің артына тығылады деген сияқты әңгіме болады да. Ол жаңағыдай сондай төбеттер. Тестілеп тексеруге сыналмаған төбеттер да ол. Ал енді тестілеп тексеруден өткен төбеттер еш уақытта егесін тастап кетпейді, қасқырдан қорықпайды. Мен тестілеп тексеруге қатысып жүргеннің бәрін айтамайым. Мынау жаңағы жүлделі орындарға жетіп жүрген төбеттер әрбірі оның қасқырды алады. Әрбірі оның қасқырға шабады. Өйткені олар солай оқытылған. Бұл төбетті әр нәрсені үйрету керек қой. Үйретілген нәрсе ғой. Үйретілген ол, төбеттер үйретілген. Ол қазір енді асылдандыру дейміз ғой, төбетті асылдандыру өте қатты жүріп жатыр ғой. Асылдандыру деген мына қазір чемпион болса, бір жерде итіңіз чемпион болса, соның қызын, аналығын дейміз ғой енді. Соны басқа иттің аталығын алып, әйтеуір итімізді үлкейтіп, итімізді жүректі қылуға тырысып жатырмыз. Қазір мына тестілеп тексеру біздің Қазақстанда жақын жердегі мынау мемлекеттер, мысалы Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменияда жасап жатыр. Түркменияда өздеріңіз көріп жатсыздар. Алабайларына ескерткіш қойып жатыр. Сосын кейін өзі жаңағы айтқандай бір иттен басым болса, ана ит басымдығын білсе, әлсіз ит тіспен ұрып тұрады, тістеп. Шақылдатып тіспен ұрып тұрады дейді, тақ-тақ-тақ. Бұл шақылдатып тіспен ұру, ол ана иттің қарсыласынан қорыққаны. Немесе құйрығын екі артқы аяқтың арасына тығады, тұна дейміз ғой қазақша. Тұна тығады, қашады, тастап. Ол да жеңіліс. Тұна қатты секіріп қашса болды, ол жеңіліс бірден.
5 метр тастап кетіп қалса, ол да жеңіліс. Сосын кейін жаңағы кейде несі демі бітіп дейміз ғой. Демі бітіп жатып қалады. Мысалы. Оны жаңағы пассивный істейміз. Егер 2 рет сондай не болса, пассивность болса, ол жерде жеңіліс болады. Ол төбетке жеңіліс береміз. Оны ары қарай оның несін анау до конца деген ондай не жоқ төбет. Мынау жарыстарда. Екеуі тоқтап қалса болды. Тұрып қалса, жарты сағат 40 минут перерыв. Раундтың аралары. Одан да көп береміз. Пока ит өз-өзіне келгенше. Екі төбеттің егелері болды, өз-өзіне келді дейді. Содан кейін барып қайта жібереміз. Енді осы біздің көрермендерге, төбет сүйер қауымға өзіңіздің ойыңызды жеткізсеңіз енді. Мен енді осы төбет сүйер қауымға ойым енді бірінші мынау үлкен өзіміздің төбе жақтағы ағаларымызға, мынау өзіміздің осы төбетті, қазақ төбетті дамытуға кедергі жасамай, ләжі болса қолғабыс жасаса деймін. Өйткені төбет ол біздің ата-бабамыздан келетқан нәрсе. Қазақы ит дейміз, қазақы төбет дейміз. Ол оны біз емес, біздің ғасырға дейін, бізге дейін ата-бабаларымыз асыраған. Ол сояқтан келетқан нәрсе. Өзіміздің төбетімізді дамытып, соны ары қарай асылдандыруға, жаңағы орысша отбор, подбор дейміз, қазақша жаңағы іріктеу, жұптау, мысалы. Мұна жақсы төбетті, мұна жақсы төбетті бір-біріне будандастыру деген сияқты төбеттер болады. Соның бәрін істегенге бізге ары қарай шындап айтқанда жоға жақтан да кішкене болса да көмек болса дұрыс болады. Өйткені төбетті бағу оңай емес. Оны бағу, қағу, бірақ енді мен айтам, өзіне лайықты, әр нәрсенің өзіне лайықты жаңағы шығыны болады. Сосын бұл енді бала шағаға, балдарға көп адам айтып атады, қауып апты біреуді, не қылып апты деп айтады. Мысалы, қапқанда бұл төбеттер негізі адам қаппайды, үйіне кірмесе біреу. Үйіне кірмесе. Атақ енді қапса, төбет емес, уже басқа. Мынау өзі именно адамды неге қорғауға дейміз ғой, охранаға дейді ғой. Охранаға әдейілеп өсірілетін иттер болады. Охранаға да әдейілеп өсірілетін иттер болады. Олардың породалары бөлек. Орыс шындап айтқанда да, жаңа айтып атқан питтеріміз, терьер дейміз мысалы, ротвейлер дейміз мысалы да, овчарка бар. Оның бәрі өзі специально адамға, қазір американский дог дейді, көп ол қазір. Қандар өте көп қазір. Московский сторожевая дейді, специальный мысалы да, московский сторожевая специальный уже сторожға да, олар адам қабады. Олар именно сол үшін бағылады. Түсініңіз ба? Ал біздің төбеттер олар адамға бармайды, адам қаппайды. Ал енді өзінің әулісіне кірген адамды ғана қорғап, үйін ғана қорғайды. Ал былай сыртқа қарай, ол сыртқа шығып кетіп көшеде адам қабу деген ол біздің төбеттерде ондай не жоқ. Өзіңіздің басыңызда ондай болмаған? Болмаған, ол болмайды да. Қанша жыл ит бақтыңыз? Мен енді итті сол 2-ші классымнан деп айттым ғой, бақтым. 2-ші класста, значит, мен 74-ші жылдары бастап бақтым. 74-ші жылдан бастап. Әкем әкеп берді, күшік бақтық, балалық кезімізден, құмар болдық. Енді сол әкемнің бір жағы әкеме рахмет деймін. Сол төбет бағам деп, күшік бағам деп, басқа нәрсеге үйір болмадым. Арақ ішпедім, темекі тартпадым. Сол қызықшылығым төбетке деген өзімнің махаббатым шындап айтсам. Сон әлі мынау қазір міне 55-56-ға келдім. Әлі сол төбет жақсы көрем. Мені мынау өсіріп атқан ұл қыздарым да қазір міне үйде жатыр да күшіктер. Бәрі сол балдар осылармен жүгіреді, осыларды бағады, осылардың тамағын береді, тауып жүр. Құда қаласа жаман емес деймін, баланың тәрбиесіне де бұлардың несі бар, жәрдемі бар. Бір кезде баяғыда бір осы бас кішкенеге бір 10-6 жыл бұрын даже
Bir kızım var edi, қазір енді тұрмысқа 24-ке келіп қалды. Соның 4 жасында. Үйден шығып кетіп қалған, мына воротадан шығып. Есіктен шығып кетіп қалған. Соны жаңа төбетім сонымен бірге шығып кеткен. Ол кетіп барады, бұл төбет соның артынан еріп кете берген. Сөйтіп магазиннен асып біраз жерге кетіп қалған. Соны анау біреулер төбетті танып, мына пәленшенің қызы ғой деп, сонымен жаңағы сотовый деген жоқ енді, сол жоқ ау. Сол мені төбетімді танып, соседтерім танып, қызым үйге әкеп бергені бар. Бірақ енді сол төбетім соның артынан еріп кете берген ғой, қызым артынан. Сондықтан мен өзім төбеттен ешқандай зияншылық көрмедім. Сосын елге барып, елде мысалы ауыл жақта дейміз ғой, өзім мынау Отырар ауданы Қаракөл совхозынанмын. Елге барып, ауылда мал бағатын інім бар, ауылда малы бар. Сол жаққа апарып беремін төбеттерімді. Сосын қасқыр, сонымен бір 2-3 төбетімен бардым. Бір 10 шақты күн жатқан, сол именно жаңағы мал жаққа барып жаттым бір. Жатқан кезімде жан-жақтың малының бәрін қырды, қасқыр келді. Сол мен 2 төбетімді алып барған, өзі сондай мәшинеге салып апарып жататын жер өзім сондай нем бар. Сол жерлерге сол қасқыр келмеді. Олар да қасқырда жаңағы жақсы төбеттің қай жерге келгенін, қай жерде екенін олар да сезіп қояды екен. Ол өйткені жаңағы иттің үрісі бар, несі бар, үруі бар жаңағы. Иісінен сезеді дейді, әртүрлі ғой енді. Сол ойларды қасқыр сол жердің малына шаппады. Басқа жақтың малын бірақ қырып кетті. Сонда келіп айтатын. Ана жердегі малды құртты, анау қойшының малы кетті, анау сиыршының несін жеп кетті деп айтты. Бірақ сол біздің неге төңірекке тиіспеді. Сондықтан ол мықты төбет болса, көп адам мынау қаладағылар оны түсіне бермейді. Ауыл жерде мықты төбеті бар адам малын сақтап қала алады. Атақ енді қасқыр келсе, көріп атасы ғой, телевизорда көрсетіп атады, ол біреуін қанағат қылып жарып ақ кетпейді ғой. 100 қой ма, 100 қойыңды жарып тастайды. Сойып тастайды мысалда, бауыздап кете береді қасқыр деген. Сондықтан қой деген өзі жуас нәрсе ғой. Бауыздап кетеді. Сиырлардың да бұзауын ап кетіп атады. Тайлардың да мысалы айғырлары нашар болса, құлындарын ап кетеді биелердің. Сондықтан бұл төбеттің ауыл шаруашылығына үлесі өте зор. Үлесі өте зор. Ол адамнан да сақ. Адам дұрыс қарайды, күндіз қарайсыз. Күндіз түні 24 сағат оны қарай алмайсыз ғой? Қараймын. Ал төбет 24 сағат қарайды сол малды. 24 сағат қарайды. Өйткені ол ауыл жерде өзіңдер төбеттің бәрі малдың жанында жатады. Малдың есігінің алдында жатады. Немесе сорда бір іскірт шөп болады, соның ішінде жатады жанында. Ол төбеттің мен өзіміздің қазақтың ауыл шаруашылығына, Қазақстан ауыл шаруашылыққа үлесі өте зор. Енді әңгімеңізді тыңдап енді шынымен кірісіп кеттік. Рахмет сұхбатыңызға. Құда қаласа осы төбеттеріміз дами берсін. Аумин. Жоғары жақтан да құда қаласа көмек болар енді біздің түсініп болса. Тек біздің каналға лайк басып, бізге тіркеліп, біздің қолдап жүріңіздер. Біз әлі неше түрлі питомниктерге барып түсіретін боламыз. Біз сіздермен біргеміз. Ой, рахмет, Алла разы болсын. Жақсы аға. Жақсы сау болыңыз.